Тарихшылардың пікірінше, құмарлану адамның қанында бар. Бұл ежелгі адамдардың аң аулап, оларды тұзаққа түсірген кезден бастап пайда болған. Яғни өз бағынды сынап, сәттілікке ерекше назар аудару дәл сол уақыттан басталған. Ежелгі уақытта ең көп таралған құмар ойын сүйектер. Араб тіліндегі азарт сөзі, аз-захр сөзінен шыққан, аударғанда ойынға арналған сүйектер деген мағынаны білдіреді. Археологтар әлі күнге дейін бұл ойынның атрибуттарын әлемнің әр түкпірінен тауып жатыр. Айта кетейік, сүйектер тек ойын-сауық сипатына ие болған жоқ. Олардың көмегімен бақсылар болашақты болжай алған, сондай-ақ даулар мен басқа да мәселелерді шешкен. Сүйек құмар ойыны ежелгі Греция мифологиясында, ежелгі Үндістанның ведаларында, араб қолжазбаларында және Қытай жазбаларында да кездеседі.